Сәлем достар, менің есімім Айка. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен наурыз көженің оңай рецептісімен бөлісемін. Өзім әрқашанда дайындайтын рецептпен. Қыстан қалған сүрленген жылқының қасымен және жылқының етінен жуып, қазанға салып, сойып, отқа қоямын. Қайнағанша бетін жауып қоямын. Оған дейін жүгері мен бидайыма қайнаған су құйып жарты сағатқа бұқтырып қоямын. Бұл рецепті мен көп жылдай пайдаланамын. Қалауларыңыз бойынша тары қоссаңыздар да болады, ноқат салсаңыздар да болады. Әр жер әрқалай наурыз көжені жасайды, бірақ бұл наурыз көжені мен өзім отбасым үшін осылай дайындаймын. Құртымада қайнаған су құйып, оны бұқтырып қоямын. Етім қайнады. Етімнің бетіне шыққан көбіктерін сүзіп аламын. Сүзгішпен. Сүзгішпен сүзіп болғаннан кейін қазан қақпағын жауып, тағы жарты сағат қайнатамын. Жарты сағат қайнағаннан кейін бұқтырылған жүгерім мен бидайымның суын төгіп, қайнап жатқан етіме салып, тағы 2 сағат қайнатамын. Өздеріңіз қалауларыңыз бойынша бөлек-бөлек пісіріп алсаңыздар да болады, бірақ маған осылай ұнайды. Бірге дәмі сіңіп, піседі. Еттің дәміне сіңеді. 2 сағат піскеннен кейін мен күріш салатын боламын. Күріш салмай тұрып, етімді сүзіп аламын. Күрішімді салып, 15 минут қайнатамын. Оған дейін мен етімді тураймын. Жұқа дағылмай, майда дағылмай, орташа тураймын. Сүрленген еттің жасалған наурыз көжені ұнайтыны, сүрленген еттің дәмі ерекше болады, білесіздер. Тұзы сіңіп, әдемі болады. Етімді турап болғаннан кейін мен наурыз көжемді 2 ыдысқа бөліп құйып аламын. Бір жартысын сол ыдыс қазанымда қалдырамын, бір жартысын табаққа құйып аламын. Наурыз көжеміз дайын. Мен 15 минутқа өшіріп қойдым, тұрдым. Күрішім бәрі жарылып піскен әдемі. Ыдысқа құйып алдым. Бұған айранды, езілген құртымды қосып араластырып аламын. Етімді салып, тағы араластырамын. Бұл айран, езілген құрт қосылған наурыз көжемді үлкен кісілерге дәм татырам. Ал наурыз көженің жартысын кіші балаларға беремін. Балаларға айран қосылған түрі ұнамағандықтан жай ғана наурыз көженің етімен беремін. Айран қосылған түрі наурыз көженің ерекше дәмді болады. Наурыз көженің оңай түрі жасап көруге кеңес беремін. Екіншісіне айран қосылмаған. Біздің кішкентайларымызға айран қосылған түрі ұнамағандықтан жартысына айран қосам, жартысына айран қоспаймын. Наурыз көжені осы рецептпен дайындаңыздар. Достарыңызбен бөлісіп, комментарий жазып, менің каналыма подписаться етіңіздер. Наурыз құтты болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын, ас болсын.